Вот. Енді келесі степ бізде түрлендіру және дәлелдеу. То есть біз мына берілген теңдіктің екі жағындағы өрнектің бір-бірін тең екенін дәлелдеуіміз керек, иә? Сол жақтан бастаймын, сол жақты түрлендіремін. Мұнда менде 2 косинус квадрат 2 альфа минус 1 деген нәрсе бар. То есть егер мен пока что мынаған тиіспеймін, жанындағы екі нәрсемен жұмыс істейтін болсам, бұның формуласы бар екен, да? Екі еселенген косинустың формуласы 2 косинус квадрат x минус 1. X-ның орнына 2 альфаны қоятын болсам, онда менде 2 косинус 2 альфа минус 1 деген нәрсе шығады. Ал менде бұл нәрсе мына жерде бар. Иә, демек осының орнына мен косинус 4 альфаны жазсам болады. Мына жерде көрсетілген сияқты. Және мұнда менде косинус 5 альфаның өзі қалады мұнда. Косинус 5 альфа плюс косинус 4 альфа деген бізде мына жерде не бар? Бір және бар. Астын түрлендіретін болсам, 2 косинус 2 альфа синус 2 альфа. Косинус пен синус көбейтіліп тұр, және айнымалылар бірдей. Демек менде бұл жерде 2 еселенген синус формуласын қолданамын. Және x-тің артты тоже 2 альфаға айналдырамын. Мұнда менде шығатын нәрсе осы. Бұл менде ақасы синус 4 альфаға тең болады екен, иә? Демек мен астындағы мына өрнекті синус 4 альфа деп жазсам болады екен. Вот. Енді бізде синус пен косинустың қосындыларының формулалары бар. Екеуі бізде абсолютно бірдей, тек қана мына менде косинус синусқа ауысу керек. Енді алымымен жұмыс істейтін болсам, формула бойынша 2 түседі, косинус x плюс y бөлінген 2. Жағдайымда ол 9 альфа, 2-ге бөлсем шығатыны 4,5 альфа. Мұнда айырымын алып 2-ге бөлсем 0,5 альфа шығады. Астында бөлімі дәл солай, бірақ косинус синусқа ғана ауысып, қалған барлығы бір. Мұнда менде арасында бүкілінде көбейту тұрғандықтан қысқартсам болады. Екілер қысқарады мұнда. Косинус 0,5-тер қысқарады, қалатыны косинус 4,5 альфа бөлінген синус 4,5 альфа. Косинус бөлінген синус менде котангенсті береді екен, сонда шығатыны котангенс 4,5 альфа. Келесі есепте бізде тоже ықшамдауға арналған есеп. Мұнда менде синустар берілген. Синус x плюс y, мұнда синустар барлығы бірдей. Бізге ой келуі мүмкін, неге біз бірден қысқартпаймыз деген. Бірақ мұнда бізде плюс пен минустан бола тұрғандықтан бізде қысқарту мүмкін емес. Бізге түрлендіру керек бірінші. Вот, енді бізге керек жалғыз формула бұл есепте, ол бізде x плюс y пен x минус y-тің синусын табу деген формула. Бұл екі түрі бар. Плюс болған кезде плюспен болады, минус болған кезде минуспен болады. Енді синус x плюс y-ті ашатын болсам, ашсам ол менде маған мына выражениені береді. Ал синус x минус y-ті ашатын болсам, ол менде мына нәрсе шығады. Енді астында бөлімінде дәл солай. Бірақ мұнда менде минус бар, алдында, жашаның алдында. Сол себепті мен пока что знактармен шатаспау үшін, пока осылай жақшамен жазамын. Енді жоғарыда менде синус y, косинус x-тардың таңбалары әртүрлі, бірақ өздері бірдей болғандықтан қысқарады. Сонда екі штук қалып тұрғандықтан мен 2 синус x косинус y деп жазамын. Мұнда менде мына жерде минус бар ғой жашаның алдында, мына жерде тоже минус бар. Екеуі біріккен кезде мына менде плюсқа айналу керек. Мына менде плюс болады. Мына менде минус болады, әрине. Өзі мыналар менде қысқарған кезде қалатыны 2 синус y косинус x. Екілер қысқарады қайтадан. Синус x бөлінген косинус x ол менде тангенс x болып шығады. Ал косинус y бөлінген синус y ол менде котангенс y болып шығады.